Сәлем қыздар, бір жұмыртқадан жасалатын және ешқандай миксерді қажет етпейтін өте дәмді болып шығатын кекстарды дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқаны ыдысымызға саламыз, үстіне қантымызды қосамыз және венчиктің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз, содан соң сүтімізді қосамыз, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Сүтіміз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Енді ұнымызға разрыхителді қосамыз, міндетті түрде осылай екі бөлікке бөліп аламыз, міндетті түрде және илектен өткізіп алыңыздар. Кезек-кезек салып осылай жақсылап араластырып аламыз. Біздің сұйық массамыз дайын. Енді қалаған формаларыңызға саламыз. Мен осындай кішкентай формаларға салып алдым. Басында осылай бір қасықтың көмегімен саламыз. Арасына кез келген шоколад, начинка қоссаңыздар болады. Мен осылай варенка қостым. Енді үстіне тағы да бір қасықтан саламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қойып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутқа салып аламыз. Осымен біздің кекстарымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және парақшама тіркеліп, ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.